Аштық құрбаны. 2 бөлім. Дәмештің құрбысына хаты. Авторы Бейімбет Майлин. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қарағым Рахила, сен тірі екенсің ғой. Тірлігіңді, хал-жайыңды бүгін естіп білдім. Көрмегелі көп болды. Біз айрылғалы биыл дәл 7 жыл екен. Сен онда 10 жасар едің. Есіңде ме, күзді күні суға барғанымызда бір шелек суды көтере алмай тәлтіректеп жардың басында отырып жылап едің. 2 шелек көтеруге әлім жетсе, дүниеде арманым болмас еді деп едің. Оның жастық еді. Соның артынан арман көбейді. Ішуге тамақ болмады. Әкең қайыр тілеп ел кезіп кетті. Шешеңнің басы істі. Сақылдаған сары аязда жерден ойып істеген үйшіктеріңді мәңгі қалдырып, қол ұстасып кетпек болдыңдар. Сонда ақша қардың үстінде қалтырап тұрып, бірге өскен, ойнап күлген замандаспен бірге жүрген адамның арманы бар ма екен деп тағы айтып едің. Мен сені қимай, ауылдың артындағы белеске шейін шығарып салып едім. Жол өтердегі қыраңның басында тұрып, ызғырық өтіп, қалтырап, құшақтасып жылап едік. Әжең екеуің тәлтіректеп, белестен асып кеткенше, мен көз айырмай қараумен болып едім. Үйге келгенде көз жасыммен сауыс-сауыс болған екен. Қан жауған қар күннің ол басы ғана болды. Қайғылы тұрмас сонан соң басталды. Біз де сендердің күніңе ұшырадық. Бірнеше күндей нәр татпай аштан өлуге жеттік. Әкем неше рет қайыр сұрайын десе де, аштан өлсек те қайыр сұрама деп әжем екеуміз көнбедік. Бізден бетер таңсықтың ашыққаны батты. Сап-сары болып қатып құр сүйегі қалды. Өлетін болдық. Өлеміз ғой дедік. Өлім ауызға жеңіл болғанмен өлу оңай көрінбейді. Бірер адам жанын қиып өліп те кетер-ау, бірақ үй орманымен өлу қиын екен. Өз басыма өлім тілесем де, әке-шешеме жалғыз ілім таңсыққа өлім тілей алмадым. Өлім тілемек түгілі солардың өлімінен құтылғанын көрсем, арманым болмас еді дегенге келдім. Бірақ мен өлімге байланғанмен бір есеп болдым. Мен басымды құрбан етіп, әке-шешемді өлімнен құтқардым. Тілеумағамбетті білесің ғой, тұқымы құрғыр ғой. Ұялмай қызармай мені тоқалдыққа алды. Мен не айтайын, мен байыз деп дейпін бе? Көндім. Тілеумағамбет уәдесін орындамады. Тілеумағамбет әке-шешемді қыстан асырап шықпақшы еді. Жаз болса әке-шешем өз бетімен тырбанып, өлмес қамын істер деп ойлаушы едім. Солай ет деп әкеме де айттым. Бірақ бұған Тілеумағамбет керте болды. Қыстай тамағымды жедің, енді осыны өтер еді малғұн. Мен өз бетіммен тиген болдым да қалдым. Әкем қой бақты, шешем отын жағып күлін шығарды. Таңсықты бұзаудың соңына салды. Қаныш бәйбіше жыландай ысқырып, тұқымы жарымаған, қаңғырған деп сөккенде, адамның сай-сүйегін сырқырататын болды. Қарсы келер дәрмен жоқ. Бар білетініміз кешке жақын қара үйге бас қосып, үн шығармай ғана жылаймыз. Ыстық жас көңілдің шерін ірітіп, жуып, азырақ босатқандай болады. Бұл тұрмысты өзгереді деп мен ойлаған жоқ едім. Ойлауға мүмкін де емес еді. Бірақ талпынса, ұмтылса, қандай бағауды да үзуге болады екен. Мен тәжірибемнен көрдім. Майдың іші шығар деймін, күн шығармақ жылы. Үлкен үйде әйелдер жиналып, құлынға ноқта есіп отыр едік. Есіктен 1-2 жігіт кіріп келді. Аққұба келген ұзын бойлы жігіт. Жаңа тап беріп шығып келе жатқан мұрты бар.
Үстіндегі киімі орысша, шашы бұрқырап самайынан шығып тұр. Мен бір көргеннен сол жігіттен көз ала алмадым. Неге екенін білмеймін. Қарағым келді де тұрды. Содан бір нәрсе күтетін сияқтандым. Ауыр жараға сол жігіттен ем іздейтін сияқтандым. Үйге кісі келсе, әсіресе төрелердің біреуі келсе, бай да бәйбіше де үлкен үйге мені жолатпайды. Жұмысым болып кіре қалсам, шық-та-шықтың астына алып дегбірімді жаңылтады. Мен мұның себебін баста сезбесем де арт жағынан ойланайын дедім. Апырым-ау, неге мені қуады? Келіп отырған төреге бір нәрсе айтады деп ойлай ма? Ойлана келе төреге айтып көрген теріс болмас еді деп көңілімді бекітіп те едім. Бай мен бәйбіше бұл жолы бұрынғысын істеді. Мені шық-шықтың астына алды, бірақ мен қарысып отырып алдым. Төре бірдеме айтар ма екен деп қарап едім, ол елемеген адам секілденіп отыр екен. Бәйбіше жанымды сығып бара жатқан соң мені ашу кернеп кетті. Аузыма не түскенін білмеймін. Сіз төре боласыз ғой, дедім. Иә, онда нең бар деп бәйбіше мен бай шап ете қалды. Төре жігіттің құлағы елеңдейін деді. Біресе байға, біресе бәйбішеге, біресе маған қарады. Төре болсаңыз айтатын арызым бар еді деп едім. Онша үлкен төрелігім жоқ, әйтсе де айтып көріңіз деп күлімсіреді. Менің арыз айтуға ыңғайланғанымды сезді білем, бай ашуына мінді. Шық, иттің баласы, шық деген соң шық деп таяғына жармасты. Арызым бар, өлтірсең де шықпаймын деп қасарысып отырып алып едім, ақ таяғын ала бай жүгірді. Таяққа үйренген ет қой, қайқаңдап арқамды тоса бердім. Ащы етіме ақ таяқ қашан тигенше жаным шығып болды. Дауыс тына қалғанда жалт қарасам, ойпырмай, мұндай қуанбаспын. Әлгі төрем сұқ қолдай мылтығын байдың төсіне қадап тұр. Бай сұп-сұр, өңі қашып кеткен, таяқ жерде жатыр. Аузын ашып сұрланып, бәйбіше отыр. Айт мұңыңды, деді төре. Іште жатқан шерді тасыған судай ағыттым. Өз басым не болса да көндім. Әке-шешемді осы жауыздың тырнағынан құтқарсаң екен дедім. Олар да құтылады, өзің де құтыласың. Кедей еңбегін пайдалану, әйелді мал орнына саудаға жүргізу бұл күнде қалған. Кеңес заңы ондайды түп-тамырымен қырып жояды. Өзің сүйгеніңе қосыласың. Әке-шешең 2 жылғы еңбегін сот арқылы толық өндіріп алады, деді. Төре дегенім уездік оқу бөлімінің бастығы екен. Бізді арбасына салып, қалаға алып келді. 2 бөлмелі пәтері бар екен. Бір бөлмесін бізге босатып берді. Әуелгі қарқында бірер айдың ішінде әке-шешемнің байдағы еңбегін әперіп, бізді жақын жердегі бір ауылға шығармақшы еді. Бірақ іс созылып кетті. Соттың шақырғанына бай келмейтін болды. Толып жатқан куә шықты. Жұртта бет жоқ қой, бәрінің ойы бойды арашалау, байды арашалау. Әке-шешемнің менің еңбегімді желге ұшыру болды. Төренің аты Қасен еді. 3 айдай қолында тұрдық. Шығынның бәрі соның мойнында болды. Қиын болды, аядық. Бірақ қолдан келер еш нәрсе болмады. Байдан еңбекті өндіріп алсақ, Қасеннің шығынын толығымен қайтарамыз деп өзімізге серт бердік. Кеш еді. Азырақ жаңбыр сіркіреп тұрған. Терезеден қарап елді, ен даланы көз алдыма елестетіп, терең ойға шомып тұрған едім. Дәмеш, бері келіп кетесің бе? Деді біреу. Бұл кім деп бұрылсам, көрші бөлменің есігін ашып, күлімсіреп тұрған Қасен екен. Әлденеге жүрегім алқынайын, деді. Қасен күлімсіреп, жаймен ғана сөйледі. Күз болды. Мектеп ашылып жатыр. Балалар оқуға алынып жатыр. Таңсықтық мектепке кіргізіңдер, деді. Жаман қуандым. Рахмет деп айта беріппін.
Қасен бетіме қарап күлімсіреді де: әлде өзің де оқисың ба? Оқимын десең мектепке кіргізуге болады. Өзіңдей әйелдің оқып жүргендері толып жатыр. Сен әлі жассың ғой. Менің тілімді алсаң, мектепке кір оқы. Мектепке кіргізу міндетін өзім алайын деді. Қасен не айтса да теріс дейтін ойым жоқ. Өйткені Қасеннің теріс сөзді айтпайтынын білем. Бізге қастық ойлайтынына сенбеймін. Болады, оқиын деп мен де уәде бердім. Ертеңіне мектептің табалдырығын аттадым. Қыс ортасы ауа, әкем байдан теңдік алды. Бұрынғы малында екесе болды десем өтірікші болмаспын. Әкем қалаға 10 шақырым жердегі бір ауылға орналасып, мен оқып жүрген соң Қасеннің үйінде қала бердім. Әке-шеше деген қызық болады ғой. Өлейін деп жүрсе де баласының қамын ойлайды. Ауылға жүретін күні әкем мені оңаша шақырып алып: шырағым, жалғыз қалып барасың, өзің де күте біл. Қасеннің қас-қабағына қара. Қасен адамның періштесі деді. Шынында да солай болу мүмкін. Мен аңқаумын ғой, сезбеген шығармын. Ата-ана балаға сыншы деген рас қой деп ойладым. Қыстай оқып хат таныдым. Жазу жазарлық болдым. Бұл дәуір менің өмірімнің ішіндегі ең бақытты дәуір болды. Бұл дәуірді көрем деп мен ойлаған жоқ едім. Көрдім, арманым бітті. Жайлы жаздың тамылжыған май айын мен гүлдей құлпырып қарсы алдым. Әкем ат әкеліп ауылға қайтатын болдым. Сенен сыр жасырмаспын деуші едім. Бәрін тегіс жазайын. Мен ертеңіне қайтатын болған соң театрға барайық деп Қасен ертіп алып барды. Қыстыгүні де талай еріп барып едім. Түн ортасы кезінде үйге қайттық. Майдың түні маужырап, бойды балқытып, мас қыларлық. Далада жүргін келеді. Даланы кезіп, тәтті ауасын тойғанша жұтқын келеді. Жүріп келеміз. Түсінбе деп те ойлаймын. Қасен мені қолтықтап келеді. Мен иығына басымды сүйеп, салмағымды Қасенге салып келе жатқан сияқтымын. Бұл қалай болды деп ойланам. Бірақ ерсі көріп, бойды аулақ салғым келмейді. Осы күйіммен таң атқанша емес, өмір бойы жүре берсем де, мен шаршамайтын секілдімін. Мен осы күйді жан тәніммен тілейтін секілдімін. Қасен қалқам, мінезі жақсы ғой, бетіме күлімсіреп қарап тұрды да: ашуланбайсың ба деді. Жоқ дедім. Қасенмен қосылдым. Қасенге өмірлік жолдас болдым. Бақыт жұлдызым күле қарады. Бір ұлымыз бар. Қасеннің аузынан түскендей. Атын Октябрь деп қойдық. Айтпақшы, саған осы хатты жазарда бір ойлағаным, сен менен гөрі білімдірексің ғой. Сен әрі мектептерде оқып жүрсің. Октябрьдің 10 жылдық тойы болған жылғы жатқан көрінеді. Осы 10 жылдықта баяғы көргенді саған жаз дейін деп едім. Сенің жазуға ебің бар. Газетке жазған бір хабарыңды оқып көрдім. Жаз, 10 жылдық тойға құтты болсын айт. Өткен өмірді суреттеп, көптің алдына сал. Кеңес өкіметінің көмегінің арқасында жарыққа шыққанымызды, білім алып адам қатарына қосылғанымызды қалдырмай жаз. Бізді адам қатарына қосқан кеңес өкіметі болмағанда, ендігі біздің сүйегіміз жер астында қурайтын еді. Бізден айырылып кеткен соң, сенің басыңнан қандай күндерің өткізгендеріңді білмеймін, бірақ оңайлықпен мақсатқа жетпеген шығарсың. Жаз, газетке жаз, көп те оқысын, мен де бірге оқиын. Бақытыңды, алған бақытыңды құттықтаймын. Хош бетіңнен сүйдім. Дәмеш.